Наурыз мейрамы тек жаңару мерекесі ғана емес, халықтың өзара сыйластық, мейірімділік, бірліктің мерекесі. Сондықтан халық бас қосып, мұқтаж жандарға көмек қолын созады. Осылай 29 наурыз күні Іле ауданы орталығы Өтеген Батырда мүмкіндігі шектеулі жандарға ұлттық көктем мерекесіне арналған жиын өтті. Оны Мейірім мүгедектер қоғамдық бірлестігінің филиалы және кәсіпкер меценат Нұрлан Түймелиев бірлесіп ұйымдастырды. Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесін Өтеген Батыр осындай шаңырақта өткізіп жатыр екенсіз. Мүгедектер арасында осындай мейірімділік, қайырымдылық шараны көп болды ма жасап жүргеніңізге? Бұл шарамен айналысқаныма 4-5 жылдың көлемі болды. Жалпы бір 10 жылдың көлемі болды мен айналысып жатқаныма осындай қайырымдылық шарамен. Маслихат депутаты болып сайланғаныңызға қанша уақыт болды? 1,5 жылдың көлемі болды сайланғаныма Іле аудандық мәслихат депутатына. Мейірім мүгедектік бірлестік қоғамына қанша уақыт болды бірге осындай шаралар өткізіп жүргеніңізге? Мейірімділік қоғамына 4 жылдың көлемі болды. Әр мерекеде, әр осындай наурыздарда бірге атсалысып жұмыс жасап жатқанымызға. Мүгедектер қоғамдық бірлестігінің төрайымы Күллән Байзақованың адал еңбегі Іле ауданының әкімі Бағдат Қарасаевтың құрмет грамотасымен марапатталды. Былтырдан бері осы Іле ауданының мәслихат депутаты Нұрлан Ілесұлы бізге жолығып, осылай қол ұшын берем, көмектесемін деп, осы кісінің арқасында биыл 2-ші рет наурыз мейрамын өткізгелі отырмыз қоғамда. Былтыр алдыңғы жылдары да осылай наурыз біз карантинге ештеңкеге қараған жоқпыз. Мүгедектердің жағдайына қамқорлық жасадық, мейірімділік танытып, осылай жаңа азық-түліктерін жеткізіп, дәрі-дәрмектерін, киім-кешектерін, жаңағы демеушілерді тауып, осылай қызмет атқарып келеміз. Бізде спорт көлемінде де спортсмендер бар арамызда. Жаңағы тоғызқұмалақпен, шахмат, шашки ойнайтын мүмкіндігі шектеулі жандар өте көп спортпен шұғылданатын. Сосын көркемөнерпаздар жағынан, мәдениет жағынан мынау әншілерімізде біраз бар. Осы ансамбль жағымен мына спорт мәселесі бізге кішкене бір демеушілік танытса деймін, жоғары жақтан көбірек көңіл бөлсе екен бізге. Бірақ бізде Мейірім мүгедек қоғам филиалы өте жақсы жұмысымызды атқарып келеміз деген ойдамын. Оны ішкі саясат басқармасының басшысы Бауыржан Көкен табыстап, ерекше жандарға қолдау көрсету мақсатында жасалып жатқан игі істерге ризашылығын білдірді. Наурыз мерекесімен мүгедектер қоғамдық бірлестігінің мүшелерін Аманат партиясы Алматы облыстық филиалының жауапты хатшысы Гүлнар Тойлыбаева және Аманат партиясы Іле аудандық филиалының жауапты хатшысы құттықтады. Олар қоғамдық ұйым басшылығының жұмыстарына табыс, одан әрі даму және жаңа белестерге жетуін тіледі. Салтанатты шара барысында Мейірім мүгедектер қоғамдық бірлестігі мүшелеріне естелік сыйлықтар табыс етілді.